Баршаңызға сәлем, менің есімім Әсем Жәбішева, сіздермен тілгеспек жоқ бағдарламасы. Қазақстанға тәуелсіз көзқарас. Бүгінгі аптаның ең басты жаңалықтарында талқыланатын мәселелер көп. Айтпақшы, келесі шығарылымда талқылауға тұрарлық жаңалық бар десеңіз, видеоның астына пікір жазып қалдырыңыз. Сәрсенбі сайын біз Қазақстандағы ең маңызды жаңалықтарға шолу жасап өтетін боламыз. Кеше Алматыда Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек пен саяси белсенді Жанболат Мамай арасындағы дауға нүкте қойылғандай болды. Сот Мамайды шенеуік туралы фильмін өшіруге міндеттеді, ал Байбекті жемқорлыққа қатысы жоқ деп таныды. Одан бөлек Степногорск тұрғындары зиян қалдықтарды жоятын зауыт құрылысына қарсы шығып, әкімшілікті жеңді. 60 мың адам тұратын қалада белсенділер 10 мың қол жинап, Тоқаевқа хат жазған. Десе де билік естімеген соң жұртшылық осы өңірдің тумасы әзілкеш Нұрлан Сабуровтан көмек сұраған. Қала тұрғындары берілмей, көздеген мақсатына жетті. Зауыт салынбайтын болды. Степногорск тұрғындары әкімшілікті қалай жеңді? Бүгінгі шығарылымда осы және өзгеде апта ішіндегі ең маңызды жаңалықтарды шолып өтеміз. Бірақ бастамас бұрын әдеттегідей арнаға жазылып, біздің арнаның әлеуметтік желілеріне де жазылуға шақырамын. Тілгеспек жоқ парақшасын Facebook, Instagram, TikTok пен Telegramнан іздеңіздер. Ал енді шығарылымға көшейік. Апта ішінде қызық жаңалықтар көп жиналып қалыпты. Байбек пен Мамайдан бастайық. 13 сәуір күні жарық көрген Жанболат Мамайдың түсірген тергеу фильмінде Алматы қаласының бұрынғы әкімі Бауыржан Байбек аружданды таптады деп Жанболат Мамайды сотқа берген болатын. Сот кеше өтіп, Байбек пен Мамайдың арасындағы дау бір-ақ күнде шешіліп тасталды. Ал фильмде не айтылған еді? Фильмде Жанболат Мамай экс-әкімді жемқорлыққа қатысы бар деп айыптаған еді. Скажем прямо, карьера Бауыржана Байбек стала возможной только благодаря тому, что его отец учился в одном классе с Нурсултаном Назарбаевым. За почти 4 года акимства в Алматы финансовое состояние семьи Байбека превысило $1 миллиард США. При том, что вор и коррупционер Байбек всю жизнь работает на государственной службе и на партийном строительстве. Байбек полон ничем не обоснованных амбиций с музыкальным образованием, которое получил на Западе. Несмотря на это, Назарбаев продвигает его на разные большие должности и готовит к часу X. Он якобы числится среди молодых и подающих надежды политиков, возглавляет их группу, создав свой клан под названием «Новые южане». Кейін Бауыржан Байбек берген сұхбатының бірінде Мамайды саяси өлік деп атап, сотқа шағымданатын ресми түрде хабарлады. Жанболат Мамай — это фейковый лидер со своей фейковой партией, со своими фейковыми лозунгами. Да? Это абсолютно оболванивание людей, как я сказал, по примеру нацистской Германии Геббельса. Чудовищная ложь, и люди начинают верить. Почему он это делает? Вот для себя просто задался вопрос. Да? Он же свою политическую карьеру просто уничтожил. По сути, это уже политический труп, который разлагается, если так взять. Что у него есть, кроме имени его слов? Теперь-то после этого ничего. И вот в соответствии с уставом кодекса этой партии я сегодня официально говорю, что я подам на него в суд в рамках гражданского и административного процессуального производства. Сот барысында келтірген деректер аз болғандығынан және заңды негіздемелер келтірмегендіктен Жанболат Мамайдың тарапы жеңіліске ұшырады деді сот. Сот үкімі бойынша Жанболат Мамайдың 2000 беттік дәлелі жетпей, Бауыржан Байбек кінәсіз болып табылды. 15 маусым күні өткізген пресс-конференциясында Жанболат Мамай сот шешімімен келіспейтінін, апелляциялық сотқа жүгінетінін айтты. Соттың шешімін орындамаймыз. Байбектің жемқорлыққа қатысы туралы барлық құжатты көрсеттік, дәлелдедік. Сот шешімімен келіспейміз. Міндетті түрде апелляция болады. Ал оған дейін бір материал өшпейді деп жауап берді белсенді. Жауапкерлердің бірі Мамайдың әйелі журналист Инга Иманбайды Азаттық тілшісіне былай деді. Сот шешім күшіне енгеннен кейін 10 күннің ішінде 28 минут қазақша және 26 минут орысша шыққан фильмді өшіруді міндеттеді. Бірақ біз өшірмейміз. Сот шешімін апелляцияға береміз. Қазақстандағы соттардан өтіп, халықаралық ұйымдарға шағымданамыз. Бұл сөз бостандығын тұншықтыру деген. Бұған дейін Мамай тарабы судьяның тәуелсіздігіне күмән келтіріп, 2 рет оны ауыстыру туралы өтініш берген. Бірақ өтініштері қанағаттандырылмай, сейсенбі күні сот жоғарыда айтылғаннан бөлек Мамай мен Иманбайды 860 мың теңге көлемінде сот шығынын төлеуге міндеттеді. Олар психологиялық, лингвистикалық сараптамасы үшін 75 мың теңге төлеуге тиіс. Бәріміз білетіндей, Байбек Алматы қаласында
қаласының бұрынғы әкімі. Ал Жанболат Мамай журналист әрі көп жыл бойы билікті сынап келе жатқан партиясын тіркеуге ұмтылып жүрген белсенді саясаткер. Екеуінің арасындағы текетірес туралы не ойлайсыз? Фильмді қарамасаңыз, әлі де барып қарауға болады. Байбек сот бойынша өшірем десе де, халықтың жадынан өшіре қоймас. Ал сіз ол туралы не ойлайсыз? Міндетті түрде пікірлерде қалдыра кетіңіз. Ал енді Степногорск қаласы тұрғындарын құттықтағым келеді. Билік жобасы тұрғындар белсенділігі арқасында тоқтатылды. Ал енді ол қандай жоба? Тоқталсам. Қала тұрғындары зиян қалдықты жоятын зауыт құрылысына қарсы шықты. Бұл мәселе бойынша былтыр да үлкен дау болған. Ол кезде билік зауыт салынбайды деп жауап берген. Бірақ құрылысты 21 жылы бастау қайтадан талқыланған. Бұған жауапты жергілікті Эколюкс компаниясы. 12 маусым күні тұрғындар өмір сүргіміз келеді. Балаларға таза ауа. Степногорск мола емес деп ұраңдатып, мәдениет сарайының алдында жиналды. Олар бұл жобамен танысып, біршама сәйкессіздік тапқанын және сұрақтарын жоба әзірлеушілеріне жіберген. Зауыт құрылысына қарсылық білдіріп, президент Тоқаевқа да хат жазып, 60 мың адамның ішінен белсенділер 10 мың қол жинаған. Бірақ Степногорсктегі экобелсенділердің сөзінше, әкімдіктен компанияның өкілдерінен ешкімді байқамаған. Тұрғындар жиыны болатыны жөнінде әлеуметтік желі арқылы хабарлағанымен ешкім келіп олармен сөйлеспеген. Билік естімеген соң, жұртшылық осы өңірдің тумасы әзілкеш Нұрлан Сабуровтан көмек сұраған. Нұрлан, Степногорскты құтқар, біз шенеуніктерге сенбейміз, олар өтірік айтады, бәрі жалған. Бұл бәлемен жалғыз қалдық, ол біздің ортақ үйіміз. Степногорск қаласын құртып жатыр. Нұрлан Әлібекұлы, сізді туған қалаңыздың экологиялық мәселесіне, өскелең ұрпақтың денсаулығына назар аударуыңызды сұраймын, деп әлеуметтік желіде өтініш қалдырған. Нәтижесінде тұрғындардың өтініші қала әкімдігінен бұрын Мәскеуге бірінші жетті. Кейін зауыт құрылысына байланысты Zoom қосымшасы арқылы онлайн қоғам талқысы өткен. Талқылауға 300 адам ғана қосылған. Тыңдау барысында төрайым Мария Әбішева экобелсенді Артем Сочиневке сөз бермеген. Өз айтқысы келмей тұр деп тұспалдап, естімеген сыңай танытқан. Тұрғындардың чатқа ол бас тартқан жоқ, оның дауысын қоспай жатсыз дегеніне қарамастан, белсендіні тыңдамай басқа қатысушыға алмастырған. Жалпы онлайн кездесу барысында ұйымдастырушы қатысушыларға дауысын қосуға рұқсат бермеген. Біраз адамды кіргізбеген. Естуші мемлекет деген осы. Бірақ Степногорск тұрғындары берілмей көздеген мақсатына жетті. Нәтижесінде зауыт салынбайтын болды. Осылайша халық бірігіп дегеніне жетті. Осындай қуанарлық жаңалықтан кейін бір марқайып қалдық. Тағы да барша Степногорск тұрғындарын құттықтаймыз. Қаламыздағы, елді мекендегі мәселелерге бейжай қарамай, үнімізді естіртер болсақ, оның өзі үлкен нәтижеге алып келетінін көрсеткендеріңізге көп рахмет. Вакцина науқаны басталғанда жалған вакцина паспортын істеуге болады деген ақпарат тарағаны есіңізде болар. Ішкі істер министрлігі власть ақпарат құралының осы жөніндегі сауалына былай деп жауап берді. Індет басталғалы жалған ПТР анықтамасын жасатқан азаматтардың үстінен 28 қылмыстық іс қозғалған. Ал жалған вакцина паспортын әзірлеу бойынша 2 қылмыстық іс қозғалған. Министрліктің дерегінше олар жалған вакцина паспортын жасап береміз деп уәде етіп 5 мың мен 25 мыңның аралығында талап еткен. Цой болса, күзге дейін вакцина алғандар санын 10 миллионға жеткізем дейді. Қайдам, Біртанов сияқты жұмысынан кетіп тергеудің астында қалмаса болғаны. Оны журналист сұрағанда қорыққанынан қақалып қалды байқұс министріміз. Следующий вопрос направил Наумбет Бесенов, Bloomberg News. Кто будет нести ответственность, если сорвется план провакцинировать 10 миллионов граждан до осени для достижения коллективного иммунитета? Уйдете ли вы в отставку, если вы не достигнете этого, как вы сказали, таргета? Вакцинация населения. Вакцинация населения, она является приоритетной задачей сейчас. Байқоңыр сол күйі Қазақстанға тимейтін болды. 10 маусымда Қазақстан Сенаты Байқоңыр айлағын Ресейге жалға беру мерзімін 2050 жылға дейін ұзартуды қарастыратын заңды мақұлдады. Сенаттағылардың айтуынша Қазақстан мен Ресейдің өздеріне алған міндеттемелерін орындап жатқаны Байқоңыр кешенінің ғылыми-техникалық, өндірістік, әлеуметтік мәдени потенциалын тиімді пайдаланып сақтауға мүмкіндік береді екен.
Бұған қоса аймақтың әлеуметтік экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Азаттықтың дерегінше Байқоңыр айлағын жалға алған үшін Ресей жыл сайын Қазақстанға 115 миллион доллар төлейді. 27 жыл ішінде Қазақстан айлықты жалға берген үшін 3 миллиард доллар алған. Бұған дейін біздің жас цифрлік даму және аэроғарыш өнеркәсібі министріміз Бағдат Мусин Ресей Байқоңырда улы гептилді отын ретінде пайдаланатын протон зымыран тасығыш ұшыруды қысқартып жатыр. 26 жылға қарай оны пайдалануды мүлде тоқтатады деп уәде еткен. Бірақ олардың ұшырып отырған протон зымыран тасығышының тұрғындар денсаулығына, қоршаған орта мен жануарларға тиер әсер туралы мардымды ақпарат әлі де жоқ. Кейбір мәліметтерге сүйенсек, протон қолданылған жарты ғасырға жуық уақыт ішінде 404 зымыран ғарышқа ұшырылып, оның 49-ы апатқа ұшыраған. Байқоңыр халық денсаулығына зиян әкеліп жатыр ма, әлде бюджетке қаражат па? Ал бүгінге осы шығарылым ұнаса лайк басып, міндетті түрде пікір қалдырып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Сондай-ақ біздің әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға жазылуға ұмытпаңыздар. Амандықта көріскенше сау болыңыз.